Қайырлы күн, құрметті әріптестер, оқушылар, ата-аналар. Бүгінгі күні әлеуметтік желіде білім беру ұйымы, мектеп парламенті, өзін-өзі басқару ұйымының жылдық жоспарына сәйкес көркем еңбек пәнінің мұғалімі Сейдахметова Гаухар фракция мүшелерімен бірге қоқысты қайта өңдеу мүмкін бе тақырыбында танымдық сабақ өтті. Сіздер ма? Номер 66 Қазығұрт орта мектебінің білім беретін көркем еңбек пәнінің мұғалімі Сейдахметова Гаухар апай. Бүгінгі сабағымызда мынандай қоқыстан жаңағыдай бірнеше заттардан тастамай осылардан өндіріп бірнеше бұйым заттарды жасап шығаратын туралы сабағымызды өту. Ал енді бұл сабақта бізге қажетті материалдармен танысатын болсақ, мынандай баклажкалардан біз бірнеше бұйым заттарды жасап шығаруымызға болады. Мысалы, мына баклажка бізге сабағымызға қажетті қазіргі заттар бұйымдар, мына 5 литрлі баклажкадан 3 баклажка болды. Соның қажетті мына жерде гуашымыз қажет, соның қажетті мына жерде қайшымыз қажет, қаламыз қажет, салфетка қағаздарымыз қажет. Ал енді затқа жаңағы жасап шығарайық. Мысалы, мына 5 литрлі баклажканы біз қиып аламыз. Заттарынан алып тастаймыз. Аламыз. Осыны енді қазір біз қиып аламыз. Баклажканы. Қиып алдық. Енді осы қиып алған кейін екінші баклажканы тура сондай қиып аламыз. Бірақ оның мына басында және түбінде қиып аламыз. Қиылғаннан кейін енді осыны әкелеміз. Мына баклажканың бір жағы қиылмаған. Осыған алып келіп, енді біріктіріп әкеліп мынаны қосамыз. Қосқан кезде мына жерде бізде міндетті түрде скотчпенен біріктіреміз. Мына осы баклажканы біз үлкейтіп, тағы да мынаның ортасын алып, тағы да үлкейте берсек, бізді өте жаңағыда керемет бұйым заттарды жасап шығаруымызға болады. Енді осыны жабысып болғаннан кейін біз мына ПВА деген клей болады. Осы клейді аламыз да, енді осының үстіне ПВА клейді жағып шығамыз. Барлық жерін айналдыра жағып шығамыз. Жағып шығып болғаннан кейін мына ақ қағазды, салфетка қағазымызды майдалап бөлеміз. Сөйтеміз да осыны жапсырма түрінде жапсырып шығамыз. Мына жапсырма түрінде жапсырып, бәрін толық жапсырып боламыз. Жапсырып болғаннан кейін біз мынандай етіп бұйым затымыз шығады. Ал енді осы бұйым затты жасап болғаннан кейін біз әдемілеп осыны клейледік, бәрін жапсырдық, мына салфетканың көмегіменен. Енді қаламның көмегімен біз осыны әдемілеп тұрып оюлатамыз, немесе гүлдің суреттерін салса да болады. Мына осының көмегімен енді біз сыртын неше түрлі суреттерді салып келтіруімізге болады. Мысалы, мен гүлдің суретін салдым. Мына жерден жоғарыға неше түрлі гүлдердің түрлерін салсақ болады. Мына қаламның көмегімен. Енді осыған айтылды гуаш. Мына гуаштың көмегіменен біз әр бояймыз. Мысалы, жасылын жасыл, қызылын қызыл етіп, неше түрлі бояп түстерменен бояп шығамыз. Мына жерде суымызды дайындаймыз. Енді қызылға мына қызыл гүлдің жапырақшаларын бояп шығамыз. Неше түрлі гүлдердің жапырақшаларын бәрін бояп шығамыз әдемілеп тұр.
міне бояп болып жаңағыдай кез келген бұйымды өсіп аяқтай отырып біз мынандай етіп жұмыстарымызды көрсете алады екенбіз. Міне біздің аяқталған жұмысымыз мынау. Міне сонда біз қолдан құмыра жасауға болады екен. Ал енді осында бірнеше гүлдердің түрлері бар. Сол гүлдерді ішіне салып қойымызға болады екен. Міне қолдан жасалған неше түрлі гүлдер бар. Соны айдалап салып қойса, біз мынау кез келген затты осылай етіп көрсетуімізге болады екен. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.